Сәлеметсіздер ме тіл үйренушілер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз көмектес септік, творительный падеж. Көмектес септік іс-әрекеттің, қимылдың немен, қандай құралмен, амалын, қалай жасалғандығын және қимылға ортақтықты білдіріп, сөйлемде пысықтауыш және толықтауыш қызметін атқарады. Көмектес септік жалғауының ерекшеліктері бар. Олар буын үндестігі заңына бағынбайды. Жуан сыңарлары жоқ. Сөздің соңғы буыны жуан болса да, жіңішке болса да, жіңішке жалғау жалғанады. Көмектес септік, творительный падеж, көмек, помощь, көмектесу, помогать, көмектес септік, творительный падеж. То есть выполняется действие с чьей-либо помощью. С отцом, с братом, с книгой. Вопросы. Кіммен, с кем, немен, с чем. Окончание. Бен, пен, мен. Слова көмектес септік указывают, чем, при помощи чего совершается действие, и всегда имеют мягкие окончания. Мен, бен, пен. Независимо от мягкости и твердости последнего слова. Мысалы, мен Астанаға поездбен келдім. Немен келдім? Поездбен келдім. Я приехал в Астану на поезде. Сен қаламмен жаз. Немен жаз? Қаламмен жаз. Ты пиши ручкой. Ол досымен ән айтты. Кіммен ән айтты? Досымен ән айтты. Бұл жерде кіммен деген сұрақ қойылады. Он пел с другом. Әли әжесімен сөйлесті. Кіммен сөйлесті? Әжесімен сөйлесті. Али поговорил с бабушкой. Енді мына ережеге назар аударайық. После звонки «жз» прибавляется окончание «бен». Қызбен с девушкой, қағазбен с бумагой, сөзбен словом, гаражбен с гаражем, музбен со льдом. Здесь конечный звук «з» и «ж». В таких случаях мы прибавляем окончание «бен». Второе. После глухих согласных и звонких согласных прибавляется окончание «пен». Жүрекпен сердцем, сүтпен с молоком, кітаппен с книгой, бұрышпен с перцем, ойыншықпен с игрушкой, қасықпен с ложкой. Здесь мы обратим внимание на конечный звук слова «к». Жүрекпен. Конечный звук «к» мы прибавляем окончание «пен». Третье. После гласных и сонорных и притяжательной формы прибавляем окончание «мен». Абай мен с Абаем. Аким мен с моим отцом. Аке – отец. Аким – мой отец. Это притяжательная форма. Первое лицо. Менің аким – мой отец. Аким мен с моим отцом. Бор мен милым. Досым мен с моим другом. Дос – друг. Досым – мой друг. Притяжательное окончание досым – мой друг. Досым мен с моим другом. Мұғалім мен с учителем. Запомните личные местоимения в творительном падеже. Менімен – мной со мной. Сенімен – тобой с тобой. Сізбен – вами с вами. Онымен – им, ею, с ним, с нею. Бізбен – нами с нами. Сендермен – вами с вами. Сіздермен – вами с вами. Уважительная форма во множественном числе. Олармен – ими, с ними. Құрметті тіл үйренушілер, қандай жағдайда бен, пен, мен жалғауларын жалғау үшін мына кестеге қайта оралып, мұқият қарайық. Құрметті тіл үйренушілер, бүгін сіздермен біз қазақ тіліндегі 7 септікті толық аяқтадық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.